Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырдан жасалатын өте дәмді әрі тойымды торт пісіріп үйренеміз. Олай болса, жұмысымызға кірісейік. Бізге бауыр қажет. Мендегі сиырдың бауыры, кез келген бауырдан жасасаңыздар болады. Бауырларды ет тартқыштан өтетіндей етіп тураймыз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Және де пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, төменге жаза кетіңіздер. Барлығын оқып, міндетті түрде жауап беремін. Енді барлығын турап болғаннан кейін ет тартқыштан өткіземіз. Енді бауырдың үстіне сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін енді үстіне жұмыртқа саламыз. Дәміне қарай тұз және сұйық май құйып, және жақсылап араластырамыз. Енді үстіне ұн салып, түйіршік қалдырмай жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Қараңыздар, ұнның түйіршігі қалмай, осылай біркелкі араласуы керек. Алдын ала табамызды қыздырып, үстіне май құймаймыз, тек осылай жайлап май жағамыз. Енді үстіне бір ожау массамызды құйып, тура құймақ сияқты пісіреміз. Бауыр бізде тез пісетіндіктен 2-3 минут қана пісіреміз. Астын қадағалап тұрыңыздар. Асты қызарғаннан кейін астын үстіне қарай ауыстырамыз. Міне бізде бауыр пісті, енді бөлек ыдысқа аламыз. Енді келесі бауырды пісіретін кезде жақсылап араластырып, табамызға құямыз. Табамызды басында майлағаннан кейін, одан кейін майлаудың қажеті жоқ. Өйткені бауырдың құрамында май бар, сондықтан табамызға жабыспайды, қорықпай пісіре беріңіздер. Міне қараңыздар, барлық бауырды пісіріп болдым. Енді ортасына жағатын салмасын дайындаймыз. Салмасына пияз, сәбіз және чеснок қажет. Ең алдымен пиязды майдалап тураймыз. Пиязды турағаннан кейін бөлек ыдысқа салып, бір шетке алып қоямыз. Енді сәбізді үккіштен өткіземіз. Чеснокты да үккіштен өткізсеңіздер болады, немесе осылай майдалап қолмен турасаңыздар да болады. Енді туралған чеснокты бір шетке алып қойып, пияз бен сәбізді қызартып қуырамыз.
Қуырылған салмасын бір ыдысқа салып, суытамыз. Енді чесноктың үстіне өздеріңізге қажетті мөлшерде майонез салып, жақсылап араластырамыз. Енді бөлек ыдысқа қуырылған бауырды қойып, үстіне майонез және салмасын салып, барлық бауырларды осылай кезекпен қойып, торт қылып жинаймыз. Қараңыздар, салмасын салып болдым. Енді қалауларыңыз бойынша үстіне укроп, петрушка сепсеңіздер болады. Міне біздің бауыр тортымыз дайын. Қараңыздар, өте дәмді болып шықты. Сіздер де тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Сіздермен болған Алия, сау болыңыздар.